жаңа тақырып алюминий және оның қосылыстары. Ол тақырыпты мен сендерге үйге тапсырма ретінде бергенмін. Біз осындай әдіспен оқимыз, яғни сендер үйде дайындалып келесіңдер де сол сабақты осы жерге келіп пысықтаймыз. Біз алдын ала уақыт жоғалтпау үшін топқа бөлініп алдық. Топтың аты Сапфир және Рубин. Топ басшылары тобымыздың аты нені білдіреді? Соны туралы айтып берсеңіздер. Қай топ бастайды? Жақсы, Рубин тобы. Біздің тобымыздың аты Рубин. Рубин түсі ашық қызғылт түстен күлгін қызылға бейнеленеді. Ертедегі сенімдер бойынша ол өмір тасы деп аталған. Өйткені бұл тас жын шайтандардан, жұқпалы аурулардан адамдарды қорғайды деп есептеген. Рубиннің ең тылсым қасиеті ұлы істерге бастама жасап, құштарлық тудырып, сәттілік әкеледі. Қорқыныш сезімдеріңізді жояды. Демек, бүгінгі біздің сабағымыз сәтті өтетініне сенімдіміз. Өте тамаша, жақсы. Ал келесі топ Сапфир тобы. Айгер басшысы. Сапфир ол ең көне құнды асыл тас, ол адалдықтың, тазалықтың, кішіпейілдіктің белгісі. Сонымен қатар ол білімге құштарлықты тудырып, зеректік пен ақылдылықты күшейтеді. Жала мен қызғаныштан қорғайды. Және татулық пен ынтыға шақыратын қасиеті де бар. Егер жүрек астма және жүйке ауруларымен ауыратын болса, онда сол қолда сапфирі бар жүзік немесе білезік тағатын болса, онда ол жақсы Өте тамаша, жақсы. Бұл біздің айтқан сапфир және рубин, бұл алюминийдің несі болып табылады? Минералдар. Алюминийдің бағалы тастары болып табылатынын білуіміз керек. Жақсы, мұнда сабағымызды бастайық. Бірінші, жақсы психологиялық ахуал қалыптастыру үшін сәттілік тілеу. Ең керемет сәттілік тілеу. Жақсы, мына топтан рубин тобынан береке. Біз Рубин тобы Сапфир тобына бүгінгі сабаққа сәттілік тілейміз. Және де бүгінгі сабақты жақсы түсініп, жақсы бағалауға ниеттеспіз. Өте жақсы. Сапфир тобы. Біз Сапфир тобы Рубин тобына бүгінгі сабаққа сәттілік тілейміз және өздерінің топтарының аттарына сай жұмыс істеп, сол осы сабақты жақсы ұғынып, үздік баға алуларына тілектеспіз. Өте тамаша, әдемі, жақсы. Балалар енді, біз уақытты үнемдеу үшін алдымызда бірнеше парақтарды таратып қойдық. Байқап отырған болсаңыз, ол жерде қандай тапсырмалар бар, ол жерде бағалау парағы бар. Сіздер білесіздер, біз қазір бағалаудың критериалда дескриптерлері қойылған. Сондықтан әрқайсының өздерінің ұпайларын өздерін қойып отырады. Әрқайсымызда жеке бағалау парағы бар. Соған сол тапсырманы қаншалықты деңгейде меңгергеніңді өздерің бал қою арқылы анықтап отырасыздар. Сабақтың аяғында ол туралы және айтамыз. Және де алдыңызда білдім, білемін, білгім келеді, үйрендім, білу кестесі тұр. Сол кестеге қазір білемін деген графасын және білгім келеді деген графасына жазыңыздар. Нені білесіңдер, нені білгіңіз келеді. Жаза қойыңыздар. Жазыңыздар. Білесіңдер, алюминийдің физикалық қасиеттерін білесіңдер. Және алюминийдің табиғатта таралуын білесіңдер. Осы туралы және білгіңіз келетін қандай химиялық қасиеттерін қандай нәрсені білгіңіз келеді. Қазір жазып алайық. Ал жылдамдатамыз балалар, уақытты үнемдейміз. Элементтер ауылынан сендерге екі хат келіпті. Сол хатты қазір әр топқа беремін. Сол хатты ішін ашып қараңыздар. Және де сұрақтар бар. Сол сұрақтарға жауап іздеймін. Ойлануға қасқана уақыт берейін. Дайынсыңдар ма соны? Жақсы. Онда мен сұрақты бірінші ауызша айтамын, сіздер жауап беруге тырысыңыздар. Бірінші сұрақ, алюминийдің таңбасы қандай? Жауап береді, Айгер. Бұл латын тілінде алюминиум деген мағынаны білдірсе, оның бастапқы екі әріпінен А
Иә. Сол бастапқы элементтердің таңбасын солай алуды кім ұсынған деді? Берсеңіз, дұрыс айтасың. Жақсы, өте тамаша. Реттік нөмірі қанша дейді алюминийдің? Жақсы, айта кетіңіз. Реттік номері 13 протон, 14 нейтрон саны бар. Өте тамаша. Атомдық массасы қанша әдемі? Жоқтап алғанда 27-ге тең. Дұрыс. Алюминийдің нешінші периодта қай топшада орналасқанын айтыңыз дейді. Үшінші периодтың негізгі топшасында орналасқан. Дұрыс, Ержик, дұрыс. Электрон құрылысын жаз дейді. Кім жазып береді? Кет сақынған тақтаға жазып береді. Араларды жалғастыра береміз. Неше валентті алюминий? Айта ғой. Тұрақты 3 валент, өте тамаша. Тотығу дәрежесі қандай алюминий? Айта ғой. Тотығу дәрежесі +3 келді. Жақсы. Металл ма әлде бейметалл ма? Айта ғой. Алюминий металл. Алюминий металл. Өте тамаша. Жақсы. Алюминийдің физикалық қасиетіне кішкене мысал айтайық. Мысалы, алюминий жұмсақ деп ақарата жалғастырайықшы және. Айта ғой. Жұмсақ электр тоғын өте жақсы өткізеді, ақ түсті. Иә. Және жеңіл ғой, иә. Осы да бір жақсы санға дейді. Дұрыс. 1 есеге 2 есе 2 бар 6, 6, 3 есеге 3 бейді. Жақсы. Өте тамаша. Хатқа дұрыс жауап берді. Енді қазір ойлан жұптас бөліс әдісі бойынша әр топ өзінің тапсырмасын тақтадан қарап алсын. Яғни бірінші топ, бұл Рубин тобы, табиғатта кездесуі, биологиялық маңызы, физикалық қасиеттері туралы, және екінші топ, сапфир тобы, химиялық қасиеттері, алынуы, қолдануы туралы айтатын болады. Кішкене дайындалуға уақыт берейік, және өздерін дайынсыңдар, сендер өздерін үйге береді. Бұл тапсырма қаншалықты дайындалып келгеніңізді көрейік. Ендеше жалғастыра береміз. Жақсы, бірінші ашылу тарихына тоқталайық. Сағынбай. Алюминийді ең алғаш 1825 жылы Дарт химигі және физигі Эрстед ашқан. Ол мен балшықтан металл алдым деп атаған. Мен балшықтан металл алдым дейді. Ол не деген сөз? Себебі топырақтардың құрамында алюминий болады және Балшықтан құрамында иә. сол алюминийлерді бөліп алуға болады. Жақсы. Арғарата және ашылу тарихы туралы Айнұр. 1827 жылы неміс химигі Виллер алюмин Виолер. белсенді металл калий мен алюминийді қосып, алюминий тұзынан таза алюминийді. Алюминий хлоридінен, яғни алюминий таза алудың әдісін тапқан екен. Неміс ғалымы. Жақсы. Және айтамын. Алғаш рет Дарт ғалымы Эрстед 1825 жылы таза алюминий алды. Ол 1845 жылы француз химигі Сентлер Давил оны өндірісте өзі өндіріп жаңа тәсілін ашты. Сол кезде алюминий өте қымбат болды. Оны алтынмен есептегенде 1 фунты 40 сом болатын. Алюминий алу өте қымбатқа түскен соң, оны жүзік, сақина, басқадай заттар жасап сыйлық ретінде қолданған. Осы туралы бір қызық саңғатын айтасың. Наполеон өзінің кемелерін алюминий металлынан жасалған. Және де құрметті қонақтар келген кезде ол алюминийден жасалған ыдыс-аяқтарын қойып болған. Демек ол бағалы болған ғой ол кезде. Ал енді соның соншалықты бағалы болып кейін оның бірден құлдырап кетуіне не себеп болды бағасының? Айта ғой. Құлдырап кетуінің себебі ол 1865 жылы Бекетов ол алюминийді кредиттен алу арзан әдісін ұсынды. Қандай әдіс деп айтамыз оны? Электролиз. Электролиз әдісі. Яғни дұрыс. Электролиз әдісі шыққаннан кейін алюминийдің бағасы арзандап кетті. Қазір ең көп өндірілетін металлардың біріне айналған екен. Өте тамаша. Жақсы. Енді бізге алюминийдің периодтық жүйедегі орнын, мекен-жайын дәл айтып берсе. Арнат айта ғой. Алюминий 3-ші периодтың 3-ші топшасында негізгі топтағы металл болып келеді. Және ол электр тоғын жылуды тез өткізгіш, сынғыш, созылмалы және күміс түсті металл болып келеді. Жақсы. Дұрыс. Онда ол 3-ші топтың негізгі топшасының элементі екен. Бағана айтқандай тұрақты валенттілік көрсетеді. 3 валентті деп бағана Айнұр айтқан. Ал жақсы, енді физикалық қасиетіне тоқталамыз. Айта ғой. Алюминий электр тоғын өте жақсы өткізеді және ол жұмсақ әрі созылмалы.
дұрыс, және физикалық қасиетін айтады. Алюминий және жылуды жақсы өткізеді. Жылуды да жақсы өткізеді алюминий. Содан кейін тағы санын алюминий жеңіл металл болып келеді және де ақ түсті болады. Осының жеңіл қасиетін қай салалар көбірек қолданады? Иә, дұрыс, жақсы, және ақ түсті күміс тәрізді. ақ түсті күміс тәріздес. Қайда ғой? оттегімен жақсы қосылыстар түзе алады. Жоқ, оған тоқталмаймыз әлі. Жақсы, физикалық қасиеті осыменен жетеді дейді. Енді табиғатта таралуы туралы айтайықшы. Алюминий осы бір рекорд қасиеті бар ғой оның. Әдемі айта ғой. Алюминий табиғатта кең таралған элемент. Таралу жағынан ол металдар арасында бірінші орын, ал жалпы үшінші орында тұр. Дүние жүзі бойынша 9-шы орында тұрған элемент. Алюминий белсенді элемент болғандықтан ол табиғатта тек қосылыс түрінде кездеседі. Оның маңызды кендері корун, артаклас, нефилин, криолит және боксит жатады. Алюминий кендері Қазақстанда, Торғайда және Ақтөбеде көптеп кездеседі. Әрине балалар, біз өз еліміздің патриоты ретінде кез келген элемент, химиялық элемент еткенде, оны міндетті түрде елімізде қай жерлерде табылады және өндіріле ме, қандай өндіріс ошақтары бар, кен орындары бар, бұны міндетті түрде айту керек. Өте тамаша элемент. Жақсы, қабағата кетейік. Енді кез келген элементтің біз алдындағы өткен тақырыптарымызда да биологиялық рөлі туралы, биологиялық маңызы туралы да міндетті түрде айтатын едік балалар. Кім айтады? Алюминийді айтады. Адам ағзасының орнынан -5%-ын құрайды. Қандай жағдайда өкпеде, бауырда, сүйекте, жүйке жүйесінің, қан ми қыртысының құрамында энергия және концентрленеді. Тәуліктің қажеттілігі адамға 47 миллиграмм алюминий, беталия және байланыстырғыш ұлпалардың дамуына және сүйек ұлпаларының байланысуына және фосфор алмасуына әсер етеді. Иә, әсіресе сен айттың ғой, қан ұйығанда, өкпеде дедің, және бауырда, сүйекте, шашта құрамына енеді деген. Бұл дегенің сөзім, бұл маңызы өте аз мөлшерде болса да оның ағзасында, бірақ бұл элементтердің маңызы өте жоғары болып табылады. Жақсы, өте тамаша. Енді қолдану саласына және бір жақсы тоқталайық. Жаңа біз толық айтқан жоқпыз, қолдану саласына тоқталайық. Айта ғой. Алюминий авиация өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. Иә, жақсы. Авиацияда қолданылады. Алюминий тұрмыста және металлургияда қолданылады. Иә, металлургия. Біз металлургияны екіге бөліп қарастырамыз ғой. Түсті металлургия, қара металлургия деп. Соның түсті металлургиясының негізгі өнімдерінің бірі алюминий болып табылады. Жақсы. Алюминийді ірі салалардың бірі электротехнология және медицина, зергерлік өнеркәсіптерде қолданады. Өте жақсы. Бір сұрақ қойғым келіп отыр сіздерге. Неге осы біз электр бағаналарына алюминий сымдарын тартамыз? Айтамын. Бұл өте жеңіл болып келеді, электр тоғын жақсы өткізеді. Өте тамаша. Және бір қасиетін айту керек сол жерде. Не бар? Эрозияға көп ұшырауы. Коррозияға өте тамаша. Жақсы. Және айнұр тұра бастырамыз. Сонымен қатар алюминийдің медицинада маңызы зор. Медицинада да маңызы бар екен, иә. Және болды ма? Жақсы. Өте тамаша. Өте тамаша. Енді мына жаңа ұшақ туралы айттық біз. Соның бір тарихында бір қызық әңгіме бар еді. Мен өткен сұрақ айтқан сендер. Айтамын. 1930 жылы алюминийдің ныспен қоспасы дюралюминийден жасалған тұңғыш ұшақ аспанға көтерілді. Содан бері ол қанатты металл деген атақ берілді. Қанатты металл деген. Ендеше бір әдебиеттерде немесе әңгіменің арасында қанатты металл деген сөзді естіп қалсаңдар, осы кезде ол алюминий ғой деп біліп отыруымыз керек. Өйткені біз айттық, ол негізгі авиацияның, ұшақтың негізі дюралюминий деген қосылыс туралы қазір алдында айтамыз және жақсы отыра ғой. Енді алюминийдің бір көп қасиеттері бар ғой. Оның жаңа Наполеонда жасаған айтпақшы, Наполеонның кезінде құрметті қонақтарға тасудағы жаңа ыдыстарды сонымен беріп, қасық алюминийді, өзінің пиджагының түймесін қадағаны сияқты бір тамаша қасиетін айтайықшы, айталым. Мысалға, келтірсек алюминийдің тағы бір жақсы қасиеті одан мата жасауға болады. Ол матаны біз үйде перде жасауға пайдаланамыз. Ол матаның ерекше қасиеті қыста жылуды сақтайды, жазда салқындатады. Өте дұрыс айтасың. Анау терезеге ұстайтын ыстық айларында біз терезеге бір жылтырақ ұстаймыз ба? Салқын болу үшін. Сол алюминий араласқан мата болып табылады.
өте жақсы. Жақсы. Енді алюминийдің бағалы тастары бар дедік. Жаңа өздерінің топтарының аттары да айтып отыр. Оның біреуі рубин, біреуі сапфир болса, және де бір-екі мысал келтірейікші. Қандай минералдарын білесіңдер? Қымбат бағалы тастарын. Айта берейік. Турмалин және де аметист. Аметист. Одан кейін және жалғастырайық. Енді мысалы соның ішінде аметист туралы кішкене айтып кетсек, айта ғой. Аметист бұл аңшылықта және спорттық жарыстарда сәттілік әкелетін әдемі күлгін түсті тас. Сонымен қатар ол дау жанжалдарды шешіп, жүйкені тыныштандыратын қасиеті бар деп есептенеді. Және ол адалдық, мәңгілік махаббат болып табылады. Бұл тас түнгі үрейлерден қорғап және текешіктен емдейді. Алтынға қондырылған аметист рухани күш береді және болашақты болжау қасиетін береді. Ертеде бұны астрологтар мен көріпкелдер таққан. Өте тамаша, жақсы. Енді Александрит туралы Айгерім айта ғой. Бұл тас 19 ғасырда Орал кен орындарында табылған. Оның Александрит аталу себебі ол Ресей императоры 2-ші Александрдан құрметіне аталған. Бұның ерекше қасиеттері туралы әрдайым адамдар қызықтырған. Александриттің ол ерекшелігі ол жарқын түсіне байланысты өзгеріп отырған. Ол күндіз Александрит изумруд болса, ал түнде құрмыр аметистке айналған. Ол ғажайып тас адам тағдырының өзгерткіш болады. Өзгергіштігінің бір дәлелі сияқты, белгісі сияқты. Ол сонымен қатар жүрек ауруларын жасатып, қан айналымдарын түзейді. Өте тамаша, жақсы. Міне біз алюминийдің қымбат бағалы минералдарын да көрдік. Енді біз үнемі айтамыз, кез келген металдың табиғатта таза күйде болмауы мүмкін ғой. Мысалы, алюминий табиғатта таза күйде жоқ. Оны алу керек. Соның алынудың әдісін кім айтады? Қандай әдіспен алады алюминийді? Жаңа айттық қой, арзандап қалған себебі электролиз әдісі дейді. Кім теңдеуін жазып, тақтаға жазып береді, айтып береді. Басқа Айгерімнен басқа? Айда бар. Айгерім айта бар. Кірәліктегі балқымасын электролиздеу арқылы біз алюминийді бөліп аламыз. Оны формула... Жазып, тақтаға жазып. Жақсы, біз жалғастыра береміз. Айгерім жаза берсін, біз арқалата жалғастыра береміз. Химиялық қасиетіне келіп тоқталатын болдық. Біз физикалық қасиетін айттық. Алюминийдің біз білеміз, жай заттармен де, күрделі заттармен де әрекеттесетін. Ендеше бастайық онда. Айны қандай заттармен әрекеттеседі? Алюминий күкіртпен қыздырғанда әрекеттескенде алюминий сульфиді түзіледі. Алюминий азотпен әрекеттескенде алюминий нитриді түзіледі. Алюминий күкіртпен көміртекпен әрекеттескенде алюминий карбиді түзіледі. Карбиді түзіледі. Өте тамаша. Енді тек қана жай заттармен емес, күрделі заттармен де әрекеттеседі екен. Онда күрделі заттармен әрекеттесуінен қазір біз тәжірибе жасаймыз. Бізде тәжірибе жасаудың нағыз хас шеберлері бізде белгілі ғой. Бұрыннан тәжірибе жасап жүрген. Ендеше Айгерім жасын ғой, жақсы отыра. Бірінші, алюминийдің екі дайлық қасиетін қыстырады. Екі дайлық деген не бұл? Кім айтып береді? Екі дайлық. Алюминий және де алюминий оксиді екі дайлық қасиет көрсетеді. Екі дайлық қасиет дегеніміз ол негіздермен әрекеттесіп қышқылдық қасиет көрсетеді. Және де қышқылмен әрекеттесіп негізді қасиет көрсетеді. Дұрыс. Онда ендеше Айгерім бірінші тәжірибені жасайық. Ол бізде алюминийдің өзін айтып берген қандай тәжірибе? Ыдысты алып, бұл жерге сұйытылған тұз қышқылын қосамыз. Ақшаны қасына бер жағына сен қойып қоя бер. Ақша өзі жауып қояды. Оны қоя бер. Ол емес. Онша көп қойма. Сұйытылған тұз қышқылына алюминийді қосамыз. Алюминийді саласың. Қазір енді көреміз қандай нәрсе. Кішкене күтесің. Оқушыларға жақындап көрсек, не байқалып жатыр? Бұл жерде алюминийді тұз
сүймалы тұз қышқылымен әрекеттестіргенде бұл жерде тұз және қазір асылға кішкене уақыт керек. Бұлай жасайық. Бұған кішкене уақыт керек, сондықтан мына жерге қойып қояйық. Қазір жақсы газ бөліне бастаған кезде саған қайтадан сөз береміз. Отырамын. Жақсы, кішкене тұрсын. Жақсы. Екінші қасиеті бізде дерекке келеді. Жаңа айтып өткеніміздей, алюминий екі дайлы қасиет көрсетеді. Біз жоқ, алдында тұр. Натрий гидроксид сол қатпаған ал. біз сынауықтан Қазір не құйып жатырсың сынауыққа? натрий гидроксид. Натрий гидроксид. Болды ғой, жетіп көп тұрмай. Бұған алюминийді қосамыз. Міне көріп отқандарыңыздай сутек газы бөлініп шықты. Сутек газы бөлініп жатыр. Жүре бастады. Дұрыс. Енді реакция теңдеуін жаз. Бұны қоя тұр енді мына жерге. Екеуін шатастырмау үшін. Бірінші. Міне мына реакция өте жақсы жүріп жатыр. Сілтіменен, қазір қышқылменен де біздің қышқылымыз әлсіз болды. Дұрыс, жақсы. Отыр. Жаңа бірінші тәжірибенде Айгерім реакция теңдеуін жаз тақтаға. Міне, сенде де газ бөліне бастады. Жақсы, жазық. Алюминий өзі. Алюминий оксид емес. Оқушылар, соныменен біз қазір қышқылменен реакциясын көрдік, және сілтіменен. Екі оқушы оның екі тайлы қасиетін көрсетті. Енді сілтіменен әрекеттескен алюминий, оның сумен де әрекеттесетін қасиеті бар. Сумен алюминий қандай жағдайда әрекеттеседі? Ол туралы тәжірибеміз бар. Айнұр келеді. Жаңа оның алдында тәжірибеде көрсеткенде алюминий сілтімен әрекеттескенде оның бетіндегі оксидті қабықшасы бұзылады. Иә. Сілтіге салынып тұрған алюминийді алдым. Асып. Жоқ, стакан қазір су құйып ал бірінші. Су құйып алсаң да болады немесе. Жақсы. Саламыз. Бетіндегі оксид қабықшасы бұзылған алюминий тікелей сумен де әрекеттесіп суменен әрекеттесіп жатыр ма? Соның әсерінен сутек газы бөлінеді. Газ бөлініп жатыр ма? Анық көріне ма газдың бөлініп жатқаны? Жақсы, оқушыларға апарып көрсете ғой, газ бөлініп жатқаны. Жылдан атайын. Газ бөлініп жатыр ма саған? Алюминий әрекеттесіп жатыр ма? Яғни оксид қабықшасы бұзылғаннан кейін жақсы. Айнұр реакция теңдеуін тақтаға жаза ғой. Айнұр жаза берсін. Біз арғарата жылжи берейік. Енді бізде алюминийдің құймалары туралы айтуымыз керек. Алюминий біз айттық қазақ күйде емес. Қандай күйде қолданылады дедік?
құйма түрінде қолданылады. Жақсы. Онда алюминийдің құймаларынан қандай құймалары бар, кім біледі? Металдар бар, кім айтады? Айтады. Алюминий, хлор, сосын кремний. Хлор деме. Магний бар, кремний бар, сосын Магний, кремний. сосын мыс бар. Жақсы. Магналийдің құрамында жақсы отырады. Магналийдің құрамында қандай элементтер бар? Айта ғой. Магналийдің құрамында фосфор. Жоқ, фосфор емес. Алюминий бар, марганец бар. Алюминий және магний. Және магний бар. Жақсы. Жақсы. Біз енді тек қана эксперимент жасап немесе теорияны білу арқылы химияны толық меңгердік деп айта алмаймыз. Химияда сандық есептер бар. Осы тақырыпқа байланысты қазір екі есеп тұр тақтада берілгендерге көріп отырғанымыздай. Сол екі есепті екі оқушы тақтаға шығарып берсе. Ол оқушылар есеп шығарып жатқанда біз басқа тапсырмаларды орындаймыз. Кім шығарады тақтадағы есептерін? Жақсы, келе ғой. Жақсы, біз жалғастыра берейік. Бұл оқушылар жаза берсін, содан кейін қазір біз алюминийдің екі дайындығы туралы бір видео бейне тәжірибе көреміз. Жазып шығара беріңдер есепті. Жақсы. Олар шығарып болғанша біз бір бейне тәжірибені көрейік. Қарап отырыңыздар, қандай тәжірибе болып жатқанын. Бір проверкаға сұйытылған күкірт қышқылының екінші натрий гидроксидінің концентрлі ерітіндісін аздаған мөлшерін құямыз. Екі проверкаға да алюминий оксидінің аздаған мөлшерін саламыз. Проверкаларды алайда қыздырамыз. Алюминий оксиді күкірт қышқылымен де, натрий гидроксидімен де әрекеттеседі. Сіздер байқағанымыздай, жаңа оқушылар өздері тәжірибе жүргізгенде алюминий металы екі дайлы қасиет көрсетсе, мына біз бір дуал тәжірибеден көріп отырғанымыздай, алюминий оксиді де екі дайлы қасиет көрсетеді. Міне біздің бүгінгі сіздерге үйретпекші болғанымыз осы болатын. Жақсы, ары қарата жалғастырамыз. Енді бізде оқушылар есепті шығарып болғанша біз ары қарата жұмыс жасай берейік. Оксидінің екі дайлы қасиетін айттық. Енді сабағымыздың жинақтау бөлігінде біз қазір шындық жалған тапсырмасын орындаймыз. Яғни шындық жалған тапсырмасы. Тақтада көріп отырғанымыздай шындық жалған тапсырмасында болды ма? Есеп болды ма? Есепті бітіріп алайық. Әдісі деп аталады бұл. Мен қазір сұрақтарды оқимын, сендер оның шын немесе жалған екенін айтып отырасыңдар. Алюминийді бокситтен алады. Дұрыс. Құрамында алюминий, мыс, магний, марганец элементтері бар құйма дюралюминий деп аталады. Шындық. Дұрыс. Алюминий ауада тотып оксид қабығымен қапталады. Дұрыс. Алюминий қосылыстары бір валентті. Жалған. 2007 жылдан бері Қазақстанда алюминий алатын павлодар электронный заводы жұмыс жасауда. Алюминий электр тоғын өткізбейді. Таза алюминий тамақ өнеркәсібінде жұқа орағыштар ретінде пайдаланылады. Алюминий азот қышқылымен әрекеттеспейді, себебі оның бетінде тығыз қабыршақ пайда болған егі арнана. Дұрыс. Алюминий электроүндірістік жөнінде бірінші орында. Жалған. Алюминий атомның сыртқы қабатында екі электрон бар. Жалған. Дұрыс, жақсы. Енді топтастыру әдісі бойынша алюминийдің
Осы кезге дейін өткен білімдерімізді топтастырайық. Кәне, кім не айта алады алюминий? Алдарыңызда аппараттар қойылған. Орындарыңыздан тұрып айта қойыңдар. Алюминийде ортада алюминий жазылып тұр, әне тақтада көріп отырғанымыздай, енді жан-жағындағы бағдаршаларға сөздерді қою керек. Айта. Алюминий жұмсақ әрі жеңіл. Өте тамаша, жақсы, айта қойыңдар. Алюминий суды жақсы етсе. Ары қарата. Алюминий электр тогын жақсы. Және ары қарата. Айта қой. Алюминий жеңіл. Сағынлар. Алюминий артысы болады және де электр тоғы жақсы. Айта қой. Алюминий коррозияға ұшырамайды. Коррозияға ұшырамайды. Айта қой. Алюминий созылмалы және жұмсақтық береді. Дұрыс. Диана, айта қой. Алюминий ол екідағы қасиет көрсетеді. Жақсы, жақсы. Ал енді бүгін алдарыңызда рефлексивті экран бар. Бүгінгі сабақта не оқығандарыңызды, бүгін қандай жаңалық болды, сендер үшін қиын болған сәт болған туралы жазыңдар алдарыңызда. Кері байланыс беріңіздер. Алдарыңызда рефлексивті кері байланыс бар. Тақтада да рефлексивті экран шықты. Сол бойынша жазыңыздар. Бүгін не оқыңдар, не қиын болды, нені жетілдіру қажет деп ойлайсыңдар, жазыңыздар. Ал, балалар, онда жазған болсаңдар, енді тақтадағы үй тапсырмасын жазып алыңдар. Үй тапсырмасы параграф 35, нөмір 78 жаттығулар, алюминий қанатты металл тақырыбында эссе жазып беру. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабаққа жақсы қатысқандарыңыз үшін сіздерге рахмет. Алдарыңыздағы парақтарды маған өткізіп қойыңдар. Осымен сабақ аяқталды.